Армысыз жасалаш YouTube арнасының көрермені. Алматыдағы Баум Тоғай төңірегіндегі дау басылар емес. Қалалық билік абаттандыру деп атаған жұмыс басталғалы бері Тоғай ішінен тұрғындар жүк көліктерін көрген. Осыған байланысты экоактивистер болашақта Тоғай маңында тұрғын үй кешені салыну мүмкін деп алаңдайды. Қазіргі күнде белсенділер Баум Тоғайын абаттандыруға қарсы петиция дайындап жатыр. Қала әкімдігі жасыл аймақты жаңартамыз десе, экологтар құрылыс табиғатты жояды дейді. Оның үстіне жақында Тоғай ішінде заңсыз ағаш кескендер де анықталған. Бұл іс тұрғындар күдігін күшейте түскен. Белсенділердің айтуынша Тоғайда басталған құрылыс заңсыз. Себебі бұл жер мемлекеттік табиғи ескерткіш мәртебесіне ие және онда құрылыс жүргізуге мүлде тыйым салынған. Эко-белсенді Салтанат Тәшенова аталған Тоғайдағы заңсыздықтармен 3 жылдан бері күресіп келе жатқанын айтады. Мы уже с 2023 года этот парк защищаем от вырубки. То есть ко мне звонили, жители обращались ко мне по поводу того, что здесь идет вырубка деревьев, огромных деревьев, и вывоз прямо таких стволов, которые, скорее всего, для мебельного цеха. Вот. И тогда было заведено уголовное дело, которое, видимо, ничем не закончилось. Никого не наказали. И эта вот история уже 3-й год продолжается. И когда примерно 25 числа мы сюда приехали с Санжаром Бакаевым, я его позвала на встречу с жителями, то мы обнаружили, что были подпилены около 20 деревьев и вырублены. Часть из них вырублены, часть подпилены, то есть они уже обречены на гибель. Экологтар реконструкция кезінде жергілікті флора мен фауна жойылады деп қауіптенеді және бұған әкімдіктің еш әрекет етпей отырғанына наразы. Тұрғындар шағымы министрлікке жолданады. Алайда министрлік арызды Алматы әкімдігіне қайтарады екен. Түптеп келгенде жолданған сауал, арыз шағым осылайша бірнеше рет жауапсыз қалған. Бездействие государственных органов. Получается, что это круговая порука. То есть я не знаю, почему защищают тех нарушителей, которые сейчас вот творят вот этот беспредел. По нашему мнению, это беспредел, то, что творится в роще Баума. Нарушается экология. Сколько животных из-за того, что здесь очень большой шум во время строительных работ, они уходят, вообще исчезают, погибают. Мы вот видели, что очень много фазанов исчезло, белок. И это, конечно же, влияет на экологию, биоценоз. Вот. И мы считаем, что это преступление. Қыркүйек айында аталған Тоғайдың дуб аллеясында барьер төсеу, ішкі жолдарға құрылыс материалдарының жеткізілуі қоғам наразылығын туғызды. Ал қазанның соңында түн ішінде 2 ағаштың тұтастай құлатылғаны, тағы 11 ағаштың түбінен араланғаны белгілі болды. Оқиға орнынан бірнеше ара табылған. Полиция қылмыстық іс қозғағанымен күдіктілер әзірге анықталмаған. Әкімдік бұған қатысты ешқандай ағаш кесілген жоқ. Бұдан кейін де кесілмейді деп жауап берген. Вот смотрите, мы видели, что 20 только, мы случайно обнаружили, что 20 деревьев, около 20 деревьев подрезаны и вырублены, да? А мы не знаем на других участках, сколько еще деревьев вот так вот вырублено и подрезано. Вот поэтому, конечно же, мы требуем остановить все работы, провести проверку. Также я еще хочу сказать об очень важном, что здесь были проведены общественные слушания в 2024 году с огромными нарушениями. Вместо жителей всех жителей представляли всего 3 человека. Мы просили их контакты, протокол, который не сохранился, протокол этого собрания не сохранился в электронном виде. Эти люди тоже нет, нигде они не могут найти этих людей. На видео, которое нам предоставили с общественных слушаний, там всего 2 человека из 3. Вот. И всего там 2-3 человека от госорганов, хотя должны быть еще несколько человек. То есть эти слушания нелегитимны. И мы требуем проведения общественных слушаний, в которых будут присутствовать все жители города, потому что это парк принадлежит народу. Тұрғындардың Баум Тоғайы маңында баспана салынады деген
қаупі де негізсіз емес. Бұған дейін де Тоғайға іргелес аумақта ЖК Family атты тұрғын үй кешенінің құрылысы тоқтатылған. Әкімдік ол нысанның мемлекеттік табиғи ескерткіш саналатын аймаққа тым жақын орналасқанын айтып, рұқсат құжаттарын кері қайтарып, жер учаскесін мемлекет меншігіне қайтару туралы шешім қабылданған. Кейінгі айлардағы дәл осы өңірде абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, жүк көліктерінің жүруі қоғам күдігін қайта күшейткен. И у нас, по нашей информации, из сетей, вдоль рощи Баума со стороны Суюнбая, со стороны Сейфулина будут сноситься дома по проекту реновации. Вот. И у нас есть такие подозрения, что, возможно, какая-то территория, часть территории они хотят отхватить, возможно, да, у нас такое предположение. Природный памятник с заповедным режимом охраны хотят превратить в парк. Для чего? Для того, чтобы осуществить проект реновации. Так как для того, чтобы его осуществить, должны быть какие-то зоны отдыха, какие-то парки, скверы. Здесь вообще нет никаких парков, скверов, вы знаете, да? И, видимо, для того, чтобы осуществить этот проект реновации по сносу и строительству, возможно, многоэтажек, им нужно превратить рощу Баума в парк. Вот, у нас такое предположение, что вот для этого и собираются вот таким образом действовать. Поэтому, конечно же, мы всеми силами против, мы должны сохранить в первозданном виде этот лес, этот природный заповедник. Жас алаш YouTube арнасы Тоғай ішін аралап, кесілген ағаштарды көрді. Бір қызығы түбінен кесілген ағаштарды қызылмен белгілеп кеткен. Бірнеше ағаш түбінен араланған. Тағы бірнешеуі құлап жатыр. Вот смотрите, красным помечено, видите, вот, подрезано, подпилено. Тоже, видите, красным отмечено. Вот, подпилено. Дальше. Вот красным отмечено, и вот здесь подпилили, видите? Вот подпилили. Вот тоже красным отмечено, и вот подпилили. Вот красным отмечено, вот подпилено. Так, вот здесь тоже, смотрите, срезали, вот половина уже сломалась. И мы удивляемся, что такой шум от пил не услышали, рядом совсем находится будка охранника. Баум тоғайы Алматының ерекше табиғи аймақтарының бірі. Оның тарихы 19 ғасырдан басталады. 20 ғасырдың басында Баум тоғайы Алматының микроклиматын қалыптастыратын, ауаны тазартып, ылғалдылық беретін басты табиғи сүзге айналды. Мұнда емен, жөке, қарағаш, терек, үйеңкі және қарағаштың сирек түрлері өсіп, көптеген құс пен жануарлар мекен етеді. Кеңес дәуірінде тоғай ботаникалық, экологиялық маңызы бар аймақ ретінде ресми қорғалатын аумақ санатына енгізілді. 1990 жылдары қала өскен сайын тоғай аумағы тарыла бастады. Бірақ табиғат жанашырларының арқасында ол мемлекеттік табиғи ескерткіш мәртебесін иеленді. Тоғай ішіне балалар футбол стадионы, түрлі алаңдар салынған. Экологтардың айтуынша қазір олар да біртіндеп бұзылып жатыр. Вот здесь раньше была футбольная площадка. Здесь дети играли в футбол, даже вон там остались ворота снесенные. И вы посмотрите, что происходит. Здесь залили бетоном, вот где-то 6 вот таких кругов гигантских. И расстояние где-то, не знаю, полметра, наверное, залито бетоном. Столько бетона зачем сюда залили? Баум тоғайын абаттандыруға қарсы болған белсенділерді жобамен толықтай танысу үшін Шымкентке шақырыпты. Белсенділер жобамен толық таныспағандықтан алдағы уақытта бұл жерге коммерциялық ғимараттар салынуы мүмкін деп те алаңдайды. Представителям общественности предлагалось ознакомиться с материалами проекта в бумажном виде по адресу город Шымкент, улица Добролюбова, 6А. То есть в Алматы общественности предлагается поехать в Шымкент и там ознакомиться с проектом. И этот проект, кстати, нам не показывают полностью в развернутом виде, нам показывают лишь кусочки. Это тоже является нарушением. Они нам постоянно говорят, вот мы вам показали, но это всего лишь небольшие какие-то кусочки. Или до того в мелком таком разрешении, что ничего не видно. Нам не говорят, сколько будет здесь детских площадок, сколько будет спортивных площадок, количество. И мы видим, что по ходу происходит
новые появляются площадки. Вот, поэтому это тоже является нарушением. Вообще для чего такая площадка, непонятно. И у нас такие возникают подозрения, что все это делается для того, чтобы в дальнейшем здесь ставить какие-то объекты коммерческие. Для этого и проводятся вот такие силовые кабели мощные. Поставили там ТЭП, или как называется, ТПшку. Вот. И, конечно же, категорически против такого причинения нам добра. Я хотела бы сказать о том, что вот социальная ответственность, говорит, бизнесменов, да, то, что Бадис А выделил сколько-то миллионов тенге, я уже сейчас не припомню, да, просто гигантскую цифру, для того, чтобы причинить добро жителям, которые этого не хотят, категорически отказываться. Весь город об этом говорит. Жители местные, инициативная группа категорически против. Но нам силой, можно сказать, причиняют добро. Это что такое? Это полное игнорирование мнения жителей, игнорирование прав жителей на комфорту окружающую среду. Это преступление, по нашему мнению. Ал жергілікті әкімдік Бауымда ешқандай тұрғын үй салынбайтынын мәлімдеді. Тоғайдағы құрылыс жұмыстары тек қала тұрғындарының жайлы демалып, жақсы серуендеуі үшін қажет жұмыстар екенін айтады. Қазіргі сәтте біздің құрылыс проектімізде ол жерге үй салу ешқандай жоспарланбаған. Тек қана благоустройство дейді ғой. Соны Бауым тоғайын ішіне жолдарын жасау, балаларға арналған алаңдарды реттеу, спорт алаңдарды жасау. Тек қана сондай жұмыстар ғана адам жүретін жолдарды таспенен әшекейлеу, сондай ғана бізде жоспарда бар. Ал ЖК салу, не болмаса ЖК-ға бір алдындағы жоспары бар деген ол жалған әңгіме. Біз жұмыс атқарған сәтте кейбір ағаштарға байқаусыздан зақым келтіргеніміз үшін бізден айыппұл салынған біздің жұмысшыларға, техникаға. Ал мынау өткенде болған оқиға бойынша ағаш кесілді, ағаш құлатылып жатыр дегендей сыбыстар, ол департамент полициясы өзара іс жүргізіп жатыр. Әлде іс жүргізілуде, әлі қорытындысы белгісіз, тексеріп жатыр қазіргі сәтте. Алматы көркімен ғана емес, лас ауасымен де әйгілі қалаға айналды. Ауа сапасы ең нашар қалалар арасында ол әлем бойынша 4-ші орында. Кейінгі жылдары мегаполис атмосферасына жылына шамамен 240 мың тонна зиянды қалдық тарайды. Қала аспанын тұмшалап тұрған лас ауа тұрғындардың денсаулығына тікелей қауіп. Осындай жағдайда табиғи сүзгі қызметін атқарып, Алматының өкпесіне айналған тоғай ағаштарын әлдекімдердің кесуін тұрғындар түсінбей отыр. Әр ағаш қаладағы мыңдаған көліктің шығарған түтінін сіңіріп, шаң мен газды тежейді. Әрбір жапырақ тіршілік кепілі. Президент Жасыл Қазақстан бастамасын жариялап, әкімдерге ағаш егу мен табиғатты қорғауды міндеттеді. Тоқаев егіңдер дейді, ал Алматыда керісінше ағаштар кесіліп жатыр.